Қара қыпшақ Қобыландының Тайбұрылы талай аңыз әңгімелерге арқау болып, біздің заманымызға дейін жетті. Тайбурыл көк ала биенің шатырында жатқан уақытында ат сыншылары, атты жақсы танитын адамдар оның ер қанаты арғымақ боларын болжаған екен. Бірде Қобыландының әкесі жылқыға барып, жылқы ішінде көк ала биеге көзі түсіп, «Ұлым, жылқы ішінде көк ала бие бар. Сол бие көк бурыл құлын туады. Жан серік атың сол болады» деген екен. Тайбурылды тумай тұрып таныған ат сыншылары не деген білгір, қасиетті де ерекше болатын. Құлын дүние есігін ашқан кезде Қобыландының жары Құртқа Тайбурылды құлын кезінен бастап баққан деседі. Ол құлынды енесінен ажырата салысымен Тайбурылға алғашқы 40 күн тек бір рет қана құлындаған биенің сүтін берсе, кейінгі 40 күн тумай қалған қысыр алып барып құлындаған биелердің сүтін берген екен. Қос енені еміп, сүтті жақсы ішкеннен болар, Тайбурылдың күші мұғым, бұлшық еті сом болып қалыптасады. 90 күнге толғаннан кейін оған жемге қосып түрлі аурулардың алдын алатын дәрілік шөптер де берген екен. Құлынға арнап арнайы кигіз үй тігеді. Кигіз үй тігіліп болғаннан кейін Тайбурылды сол кигіз үйдің ішіне кіргізіп, сол үйде баққан деседі. Оған таңертең және кешқұрым 2 рет түндікті ашып, атқан күннің арайлы сәулесі мен батқан күннің қызыл шапағын әдейі түсіріп отырады. Тіпті ішетін суының өзін әбден қақталып кептірілген қурайдан жасалған түтікпен беріпті. Тайбурылды осылай баптап, тек қараңғы үйде ұстайды. Ал енді құлын 6 айға толғаннан кейін, оны далаға алғаш рет шығарғанда, жарыққа көздері жанып, аспанға қарғып, шауып ойнаған делінеді аңыздарда. Міне, құлын кезінен осылай бапталған Тайбурыл батырдың жаны қысылған сәттерде ең жақын сырласына айналған екен. Талай қарасы қалың жаудың ортасына ытқып кіріп, суырылып шығып, кескілескен соғыстардан батырды аман алып шығады. Тайбурылды құлын кезінен баптаған батырдың жары Құртқа Қобыландыға қазан сапарына аттанғанда ғана оған әкеліп береді. Келбетімен де, қылығымен де әдемі Тайбурылды батырдың жары Құртқа қимай батырдың серігі болсын деп шығарып салады. Өкінішке орай, Тайбурылдың қай соғыста, қай уақытта, қай жерде қаза тапқандығы жайлы деректер өте аз. Батырларымыздың өмірінен алған үзінді сіздерге ұнаса, лайк басып, пікір жазып, қолдап кетулеріңізді сұраймын.